Берік Мұратбекұлы, тендер мәселесі бойынша Эльмира ханым хабарласып тұр, қосайын ба? Қосшы. Алло, да, Эльмира Болатқызы, қалайсыз? Ага, хорошо. Қазір местоположение жіберем, сол жерде жолайық, а? Сау болыңыз. Қалай қыздың бәрі осы жерде өтіп еді? Мұнда не үшін келдік, Берік Мұратбекұлы? Білесің бе, Ұлпанжан? Бұл жерде компьютермен қамтамасыз ету үшін 700 миллион теңге бөлінген. Жақында тендер ойнатылады. Құдай қаласа қаражат қолымызға түседі. Жасайтын ойыңыз бар ма? Қайдағыны айтпашы. Берік, өзің білесің, қазір барлық жерде камера бар. Құжаттарын әрі беріп жүру керек деген сияқты. Құжаттардың дұрыстау ерекшеліктері көп. Білемін ғой, Эльмира Болатқызы. Қайда көрміз? Не бұл көкесі ма, саған жеткен ма? Эльмира Болатқызы, не переживайте, саған ақшаңызды тауып беремін. Басты бұл тендерда мен жеңуім керек. Бұл оқу орнын мен жаңағыдай компьютермен қамтамасыз етуім керек. Ай күнде бір молда айтушы еді ғой, білім берушіге кім жағдай жасаса, сол ертең ақыретте сауап алады дейді. Басты сауап алу керек емес, қандай жолмен болса да. Ай Берік, қосыңа. Ертең күн ойлап тұрғанын қарашы. Енді қанша дейсіз, Эльмира Болатқызы? Нақты сумманы айтсаңызшы маған. 500 теңге ме? Ой, доллар. Доллар? Доллар болса, доллар? Ұлпанжан? Ақшаны. Берік, кешкісін өзім сенің офисіне барамын. Офисте болса, офисте. Берік, мен барлығын келісіп қойдым. Документтердің барлығы дайын. Құдай қаласа сен ертең тендерде оқып тұрсың. Ол өте керемет, Эльмира Болатқызы. Эльмира Болатқызы, бір нәрсе бола ма? Мен кеше күні бойы ойладым да. Осы пара бермейді, пара алмайды, жақсы өмір сүруге болады да. Мүмкін шығар. Бірақ бір жақ ойлаймын да, пара алмай, пара бермей өмір сүретін болсақ, мұғалімді жаңағындай мектеп бітіріп жатқан 11-ші сынып оқушылары отыздан жоғары балл жинай алмай, бірі құлап, бірі жылап, бірі өліп жатыр. Бәлкім студенттеріміз өзі әрең ілініп салынып стипендияға әрең ілініп жатқан кезде олардың біреуі құлап, біреуі жылап, бір мыңнан бір екеуі өтетін жоқ стипендияға, мыңнан бірі, я болмаса мыңнан екісі стипендияға өтетін жоқ. Енді өзі әрең аттестациядан өтіп жатқан мұғалімдер аттестациядан өте алмай, жаңағындай айлықтары қысқарып мүмкін шария сондай нәрсе. Ақшаң бар ма жоқ па өзі? Шынын айт, ақшасы жоқ адамның әңгімесін айтып отырсың ғой. Эльмира Болатқызы, ақша бар, міне. Бәрін дайындап қойдым. Ол енді басқа әңгіме. Берік, менің бүкіл байлығым Сәкең, Жәкеңдері ғой, осындай мелочь ақшаларды берудің арқасында болды. Өте керемет. Эльмира Болатқызы, білесіз бе? Бұның бәрі дайын нәрсе. Қолыңды көтер, қамытты. Ассаламағалейкум. Ал Берік, ұстауға көмектескеніңе рахмет. Мынау сенің Оляң. Хорошо. Жабыққанда қалаушы жалғыз қалғанды, жанға жақын санаушы тыныш орманды, ақтарамын сырымды аппақ қайыңға, медеу тұтып көңілге аппақ арманды, дара өскен қайыңға ұзақ қарадым, өткен күндер жайында еске аламын.
Сынағына өмірдің қолда түскенде терең ойға тұңғиық батып барамын